Достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Тока Лайфанаса. Көп созбай видеоны бастап кете берейік. Актриса қыз 3-ші серия. Мен мына кітаптардың барлығын уже оқып тастадым. Да табы 3 реттен. Жарайды, мына кітапты оқи берейін. Анатомия жайлы. Мәссаған, уже қараңғы болып кетіпті. Экзаменнің алдында ұйықтап алу керек. Жарайды, кітабымды тастап барып ұйықтайын. Так, сағат 8 уақытында тұрдым. Бүгін көптен күткен күн. Бүгін мен түсемін деген ойдамын. Жарайды. Папам негізі ерте оянушы еді ғой, менен бұрын тұратын еді ғой. Может, жұмысына кетіп қалған шығар. Жарайды, тезірек барып, тамақ дайындайын. Тезірек макароны дайындап жіберейін. Және мынау. Так, ой. Және де шайымды ішіп алайын тезірек. Міне, менің спагеттиім дайын. Мен қатты спагетти жақсы көремін. Так, жеп алайын енді. Прям күшті ғой. Жарайды, тезірек ыдыстар жуып тастайын. Мен аздап қобалып тұрмын. Жарайды, менде бәрі жақсы болады. Менің қолымнан бәрі келеді. О, привет. Привет. Итак, балалар, қазір сендерге осындай тест берем. Сендер оны 1 сағат көлемінде орындап бітіру керексіңдер. Және көшірем деп және спаргалка деп ойламаңдар. Бұл жақта камера бар и охрана бар. Сосын сендер болашақ хирургсыңдар. Ол өте жақсы жұмыс. Ал қазір сендерге таратып берем. Және де уақыт кетті деген кезде бастайсыңдар, түсініңдер ме? Ал уақыт кетті. Бұл сұрақтар басқаша қиын екен. Мен білесің бе, вообще оқығанымның бәрін ұмытып қалдым, блин. Так, балалар, уақыт болды, тесттеріңді маған алып келіңдер. Блин, мен ойымша барлығы дұрыс сияқты. Мен түсетін сияқтымын. Мен ойымша мен түсе алмаймын. Наугад жасай салдым. Не болса да бәрібір. Если мен төмен бал алсам, онда мен өз өзімді өлтіремін. Вроде сұрақтар жеңіл болған секілді. Жарайды. Енді результатты күту ғана қалдым. Тек 30 адамды ғана алады екен. Ол мықты университет. Мен оған қалай да болсын түсу керекпін. Сәлем Ару, тестті қалай жаздың? Сұрақтар оңай болды, бірақ ол жерге жүздеген адам баратынын ескерсек, мен түсе алмайтын шығармын. Ару, әдетте ешкім дайындалмайды. Сондықтан сен түсетініне сенімдімін. Қашан результат шығады? Вроде 1 аптадан кейін шығар деп ойлаймын. Жақсы, барып демал. Мен магазинге барып продукт алып келейін. Саған бір нәрсе алу керек пе? Жоқ, керек емес. Рахмет. Қалағаның болсын. Так, папа әлі тағы да үйде жоқ. Наверное, жұмысқа кетіп қалған секілді. Жарайды, өзім тұрып, таңғы асымды іше берейін. Сәлеметсіз бе, мистер? Сәлеметсіз бе? Сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Не? Я, документтермен бір танысып шығыңыз, және мұнда қол қойып жіберіңіз. Жақсы. Мен тамақтанып алайын. Сұрақтарыңыз болса, маған хабарласыңыз. Жұмысқа ертең келіңіз. Түсінікті ме?
сене алмай тұрмын. Мені жұмысқа алды ма? Тезірек толтырып болды. Жақсы, мен кеттім. Қызым, сен жиналдың ба? Папа, қазір. Мынау жабылса енді. Жабыл. Жабылды. София, алып кел чемоданыңды. Ойбай, мынау неге ауыр? Мен саған айттым ғой, тек керек затыңды ал деп. Қалғанын сол жақтан сатып аласың деп айттым ғой саған. Мен тек керек заттарымды ғана салдым. Ой, жарайды, кеттік жүр. Я, кеттік. Так, тізсем екен қолға деп тіреп барайын. Обязательно тізесің қызым. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып келіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.